Баршаңызға сәлем, ревью бағдарламасын бастаймыз. Көрермен қауым, сіздер демалыс күндерін қалай өткіздіңіздер? Ал 91-дықтар үшін өткен уикенд қызықты болды. Q-поперлер өздерінің жанкүйерлерімен тауға шығып, Иглзға табиғат аясында шеберлік сабағын өткізіп қайтты. Аспанмен таласқан таулар, табиғат аясы саф ауа. 91-дық мемберлер дәл осындай әдеттен тыс ортада жүз академия студенттерімен жүздесті. Бұл идея негізі өзімнің идеям болған, бірақ жазда шығамыз деп ойлағанбыз. Күн жылыда 91-ның уақыты болған жоқ жаз бойы. Сондықтан енді шығып жатырмыз кемпингке. Табиғат құшағында жанкүйерлермен бас қосқан мемберлер бір сәтке шығармашылықты сырып, Иглзбен ортақ ойынға кірісті. Этюд дайындап жатыр. Бізге сондай тапсырма берілді. Тез 40 минуттың ішінде бізге этюд қойып, оған ішіне өлең қосып, общий бір идеологияны біз адамға түсіндіре алатындай өзіміздің актерлік шеберлігімізді көрсетуіміз керекпіз. Хейтерсің, деңгейіне лайық ұсынысың болса айт, болмаса тай-тай басып, үйіне қайт, деңгейіне лайық ұсынысың болса шоуми, хоуми. Көңіл-күй жақсы, ауа райы керемет, таза ауа, және мықты творческалық процесс болып жатыр. Неше түрлі өнерлі, неше түрлі сондай әуен, би аралас сондай. Жұлдыздар мен жанкүйерлер жүздесуінде Q-поперлердің ағалық кеңесі де айтылды. Өзіміз кезінде кішкене осыған ұқсас бағытта бастаған болатынбыз, бірақ бізге келіп өздерінің ойымен бөлісетін адам аз болған. Мен ойымша бұл өте керемет нәрсе, себебі адамдар бір-бірімен коннекте болу керек, шығармашылық бағытта бір-бірімен араластыру керек деп ойлаймыз. Табиғатта тыныққан 91-дықтар Иглзға келесі кездесуде де осындай форматта өтеді деп сөз берді.